Баламның асқазанда аязға жұлықты болған, оған жаңағы ішіріп, 1,5 ай ішкеннен кейін бала бір күнде құсқан түнімен құсып шықты деп таңертең звондайды келін, ертесіне келіп участковый шақырамыз, сөйтіп неге апарамыз, жаңағы обезболивающий салады, өйтеді бүйтеді, сөйтіп ПГДС-ге апарсам, асқазанда ешнәрсе жоқ, просто покраснение, бір отравление ма бірдеңе болған шығар деді. Ары қарай менің нем жетпейді, Шымкентке апарыңыздар деді. Ойбай, до конца білейік не болып жатқанын, язва ашылып кетті ме деп, Шымкентке неге диагностикаға апарып түсірді, КВДС-ке. Сөйтсек, анау асқазанмен менің қосылған жерінде екен язва. Сол жерде болған екен. Сөйтіп айтты, язва нет, там рубец деп жаңағы результат берді. Қуанып қайттық, содан кейін